Шілденің ыстығы миды қайнатып жіберетін, қаладағы жарық үйдің іші де дем алдырмай тұрғандай. Күйеуім вахтада, 3 апта болды, бір хабар жоқ. Үйде енесіз келін боп, жалғыз тірлікке тыпырлап жүргенім өзіме ұнамай жүрген. Бірақ үндемедім. Қайынағам, күйеуімнің туған ағасы, жас, салмақты, үндемейтін. Бір үйде бір апта қонақтап қалды. Іс сапармен келіпті. Сол күндері менің де ішім пысты. Күйеуге шыққалы көп нәрседен махрұм қалдым. Жасым 23-те ғана, әлі де әйел болып еркелегім келеді. Бірақ күйеуім қашанда салқын еді. Бір күні кешкі шайға өзімше образ жасап алдым. Ақ, жұқа әдемі жаздық көйлек. Көйлек үстіме жапысып тұрады. Жіңішке, иықша, артым мен алдым анық көрінетіндей жұқа еді. Іш көйлек кимедім. Не өзімді еркін сезінгім келді ме, не бір ойнақылық боларын күттім бе, білмеймін. Кейде әйел іштей сезеді ғой. Қайынағам дастархан басында қарсы алдымда отырды. Мен нан турап отырғанымда ол көзін көтермей, сен көйлек ішінен ештеңе кимепсің ғой, деді. Дәл маңдайымнан ұрғандай сөз. Бірақ бетімнен тер шықпады. Керісінше ернім дірілдеп, жүрегім дүрсілдеді. Күн ыстық қой, дедім жай ғана. Ол орнынан тұрып, менің жаныма келді. Екі алақанымен үстелдің шетінен ұстап, маған иіліп қарады. Қызық, бұрын сені бұлай көрмеппін, деді ақырын. Менің бойымды ыстық толқын басты. Көйлек беліме жапсып, алдыңғы қос жағымның ұшы көйлектен тікірейіп тұрғанын сезіп тұрдым. Мен орнымнан тұрайын деп ұмтылғанда, ол қолымнан ұстап, бүгін сен еркін жүріп келесің, маған осылай ұнайсың, деді. Сөзі менің санамды жаулап алды. Мен үндемедім. Тек иығымды сәл көтеріп, теріс бұрылдым. Артымнан көйлегімнің етегі желмен көтерілді. Ол менің артқы жағыма бір сәт үңіле қарап, демін ішіне тартып, тістеніп тұрды. Түнде өз бөлмеме кіріп жатып едім, терезе ашық, бөлме іші самалмен толып тұр. Бір сәт бөлме есігі сықырлады. Ол келді, бірақ есікті жаппады. Мен ұйықтап жатқандай болдым. Ол маған қарап біраз тұрды. Аяғының ұшымен келіп, жай ғана жанымдағы көрпені түзеткендей болды. Бірақ оның демі менің иығымда. Иісінің өзі мені әлде қашан шешіндіріп үлгерген еді. Мен көрпемнің астында жатқаныммен жүрегім дүрс-дүрс соғып жатты. Қайнағамның демі иығымда, иісі ішіме өтіп кеткендей. Ол орнынан қозғалмай ұзақ тұрды. Мен ештеңе болмағандай жастықты құшақтай жаттым. Кенет ол менің шашымды сипап өтті. Сол сәт денем тоқпен шарпылғандай селк етті. Кешір, бірақ сенің денең үндемей шақырып тұр, деді дауысы сабырмен. Мен ештеңе демедім. Тек демімді терең тартып, иығыммен сәл артқа сүйеніп, оның алақанына тиіп кеттім. Ол түсінді. Қолын мойныма апарып, баяу сипай бастады. Мен көзімді жұмып, еріксіз ернімді тістедім. Көйлек жұқа еді. Менің артымнан ұстағанда ішімнен ыстық толқын жүгіріп өтті. Ол алақанымен арқамды жайлап сипап, көйлекті жоғары қарай сырғытты. Мен ешқандай қарсылық танытпадым. Тек жамбасыммен сәл итеріп, оның не істейтінін күтіп жаттым. Көйлек артымнан жоғары көтерілді. Оның алақаны жалаңаш аяғымда. Мені ересек әйелде емес, алғаш рет тыйым бұзғалы тұрған қыздай құштарлықпен ұстап тұрды. Аяулым, деді жылағандай дауыспен, сені бұрыннан аңсадым. Мен терең демалып, ақырын ғана бүгін үнсіз болайық дедім. Сол сәт бәрі тоқтап қалғандай, көйлек бір итеріп шешілді. Бірақ ұялмадым. Керісінше өзімді әйел ретінде бірнеше рет назарда, құштарлықтың ортасында сезіндім. Ол мені ақырын жатқызды.
Қолдарым мойнымнан, ішімнен жайылып, тілім шықпаса да, денем айтып жатқандай. Ол мені иіскеді. Бетім ыстықтап кетті. Мен ернімді тістеп көзімді жұмдым. Сол түн ол мені күйеуімнен бұрын әйел етті. Түн өтіп кеткен, бәрі үнсіз. Терезе сыртында тек желдің сызылы ғана. Мен жатын орында әлі де оның құшағының ыстығын сезіп жаттым. Көйлек жерге түсіп қалған, тәнім шаршағанмен жаным ояу. Ішімдегі бір түйін тарқап, өзімді босатқан адамдай сезіндім. Кенет есік сықырлады. Мен селк еттім. Бірақ ол екен. Қолында бір кесе шай. Көзіме тіке қарап, сен енді менің әйелімсің, деді баяу ғана. Мен көзімді тайдырып, сенің ініңе тұрмысқа шыққанмын, дедім әлсіз даусыммен. Ол жанымда тізерлеп отырып, шайды үстелге қойып, бетіме қарай еңкейді. Ол сені тастап кетті. Мен ғана сені тыңдап жүрмін. 3 баламен жалғыз қалдың. Бірақ мен әр түніңді естідім. Сені түсімде талай рет сүйдім. Даусы қарлығыңқы шықты. Төменнен жоғары қарап тұрған көзі баладай мұңды, еркектей аңсаулы еді. Мен көзіме жас алдым. Бұл ұят па, әлде жұбаныш па, айыра алмай қалдым. Ол менің қолымды алды да, баяу ернімді сүйіп, алақаныммен бетім басты. Сенің денеңнен кеткім келмейді, тағы да, деді. Ол қайта тізерлеп, менің тіземе қолын апарып, баяу жоғарылай бастады. Мен ыстықтан дір ете түстім. Тоқта, дедім жай ғана, бірақ денем тоқтамай жатқандай. Ол қолын тоқтатпады, тек сұрады, сен мені қаламайсың ба? Мен үндемедім, бірақ сәл ашып, өзім-ақ жауап бердім. Ол жай ғана күліп маңдайымнан сүйді. Бүгін ешкімнің келіні емессің, тек менің әйелімсің, деді. Күйеуімнің дауысы түнгі тыныштықты тіліп өтті. Сен мені мазақ қылып жүрсің бе? Бір ай вақтадамын. Келсем сен жүкті екенсің. Менің тынысым тарылып кетті. Қалай жауап берерімді білмедім. Тек көзімнен жас парлап төмен қарадым. Сен үндемеген сайын күдігім арта береді. Кімнен бұл бала? Кімнен? Сол сәтте есік ашылып, ол кірді. Қайнағам. Менімен көзіміз түйісті. Күйеуім оған бұрылып, сен неғып жүрсің? Бұл сенің шаруаң емес. Бірақ ол тік қарап, бұл бала менікі, деді жай ғана. Үй ішінде өлі тыныштық орнады. Күйеуімнің көзі шарасынан шықты. Сен не дедің? Сен менің ағамсың, ол менің әйелім. Сен не істедің? Қайнағам сілейіп тұрған інесіне қарап, мен күнде осы үйдің әр бұрышынан оның жылағанын естідім. Сен жоқ кезде мен жүріппін, бірақ бұл ойнас емес. Мен оны шын сүйіп қалдым. Күйеуім орнынан тұрып, екеумізге алма-кезек қарап тұрып, жүріңдер, екеуің де бұл үйден кетіңдер. Сен енді менің әйелім емессің. Менің анамның жатқан топырағы асты үстіне келер, мұндай масқараға, деп айқай салды. Мен үнсіз жылап тұрдым. Оның айғайы емес, жүрегінің жарасы көбірек ауыртты. Сол сәтте есікті тарс жауып, үйден жүгіріп шығып кеттім. Арада 3 жыл өтті. Қолымда 3 бала, кеудемде өткеннің салмағы. Қасымда ешкім жоқ. Күнде кешке балаларымды ойнатып, ұйықтатқан соң терезеге қарап ұзақ отырам. Ол екеуі де жоқ. Күйеуім мені кешірмеді, қайнағам қабарсыз кеткен. Естігенім, ол басқа қалаға жұмыс ауыстырып кетіпті. Біреулер үйленіп алыпты десе, басқалар жұрттан қашып жүр дейді. Ал мен ештеңе демеймін. Тек балаларымды күн сайын құшақтап, сендер менің бақытымсыңдар, деймін. Бір күні балам, анашым, әкеміз кім деп сұрады. Ішім қан жылап тұрса да, сендердің әкелерің көкте, жүректеріңде, дедім жай ғана. Бұл оқиғада ешкім жеңген жоқ. Құмарлық жеңді. Кешірім келмеді. Қоғам үкімі қатты болды. Бір сәттік әлсіздік өмірлік өкінішке айналды. Бұндай қателікті қайталамаңыздар.